Сәлем достар, мінекей бүгін біраз уақыт үзілістен кейін кезекті тапсырыс келді Қытай елінен. Швейцария поштасымен келді. Бір айдан аса уақыт жүрді. Ашып көрелік. Мінекей достар, қорапшасы. Бұның ішінде өздеріңіз көріп тұрғандай Куб фирмасының Talk 7X деген моделі, 7 дюймдік планшет. Мінекей комплектісінде мінекей планшетіміз. Қосылғанша комплектісінде не бар екенін көріп жіберейік. Мінекей мынандай жұмсақ губка салып жіберген. Ішінде мынандай бізге түсініксіз қағаздар, қажеті жоқ қағаздар және USB кабель. Мінекей достар, артында 3 үй ашық бар. Біреуі микро SD картасына арналған, біреуі толық өлшемді сим картаға, және екіншісі бұл жерде де сим картаға деп суреті тұр. Бірақ бұл жерде мінекей байқап тұрғандарыңыздай 4 контакты бар. Бұл қандай симкаға арналған түсінбедім. Мүмкін алдағы уақытта интернеттен ақпарат тауып жатсам сіздерге айтатын боламын. Мына жерде сипаттамалары жазылған. Мінекей моделі Talk 7X, 7 дюймді IPS матрица. Кеңейтілімі 1024 × 600 пиксельді құрайды. Шынымен де IPS матрица. Өйткені алдыңғы осы Куб Talk 7 планшетінің алдыңғы буынында IPS матрица емес, TFT матрица болған. Және де мінекей 3G стандартын қолдайтын көрсетілген, және GPS, FM радиосы бар. 13.000 деген екенін түсінбедім. Планшет арт жағында 2 мегапиксельді камерасы бар. Алдында шамасы ұмытпасам 0.13 мегапиксельді камера болу керек. Мінекей алдында сөйлесу динамигі. Мына жерде жарық датчигі мен жақындау датчигі орналасқан. Мінекей төменгі жағында еш нәрсе жоқ. Сол жағында да еш нәрсе жоқ. Мінекей оң жағында мына жерде блоктан шығару батырмасы және дауыс реттеу батырмасы бар. Артқы жағында мінекей мынандай Қытай тілінде Куб фирмасының логотипі және модель орналасқан. Және ең төмен жағында дауыс шығатын динамик. Мінекей барлығы Қытай тілінде. Қазір тілді ауыстырып көреміз. Мінекей орыс тілі бар. 2 ядролы MTK процессор қойылған. 1 гигабайт жедел жады бар. Пайдаланушыға тиесілі 1,6 гигабайт қана бос орын бар. 32 гигабайтқа дейін флеш картасын қолдайды. Сондықтан бұл үлкен проблема емес деп ойлаймын. Мінекей Android версиясы 4.2. Бұл планшеттің ең басты плюсы кәдімгі телефон сияқты қоңырау шалып сөйлесуге болады. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, яғни қазіргі уақытта керекті байланысқа қажет құралдың бәрі бар. Егер мүмкіндік болып жатса, алдағы уақытта Куб Talk 7, яғни осы планшеттің алдыңғы буыны мен осы кейінгі буынын салыстыра отырып шағын шолу жасармын. Әрине, егер мүмкіндік болып жатса.
сондықтан каналға жазылып жаңалық күтіңіздер, лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.